Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Сәуле. Біз қазір дайындайтынымыз капустадан ащы салат, кез келген тамақпен жеуге болады. Ол үшін бізге керегі 4 ингредиент: капуста, морковь, укроп, петрушка және чеснок. Бұл жерде мен қонаққа арнап дайындағаннан кейін көбірек қылып жасап жатырмын. Ал сіздер үйге өзіңізге дайындасаңыздар, бір капустадан жасасаңыздар жеткілікті. Бұл жерде капуста қанша килограмм болса, морковь та сонша килограмм болғаны дұрыс. Ендеше салатты жасауға кірісеміз. Алдымен морковьті теркадан өткізіп аламыз. Капустаны қайнаған суға салып, бір жұмсартып алу керек. Қазанға күнбағыс майын құйып, қыздырып алып, морковьмызды майға қуырып аламыз. Езіліп пісіп кетпеу керек. Морковьті шала пісірсеңіздер жеткілікті. Астын жай отта қойып пісіріп алу керек. Жақсылап араластырып аламыз морковьті. Морковьмыз шала пісіп қалды. Қазір енді біз дәмдеуіштерін қосатын боламыз. Бізге тұз, қара бұрышты аздап қоссаңыз болады. Қызыл бұрышын көбірек қоссаңыз болады. Себебі бұл ащы салат болғаннан кейін ащылау болғаны жақсырақ. Енді бізде чеснок. Достар, егерде сіздер ащыны ұнататын болсаңыздар, ащысын көбірек қоссаңыз болады. Егерде ащыны көп ұнатпасаңыздар, аздау салсаңыздар болады. Содан кейін шөптерімізді саламыз, укроп пен петрушканы. Жақсылап араластырамыз барлығын. Жақсылап барлығын араластырып алдық. Енді қақпағын жауып, астын отын сөндіріп, 10 минутқа бұқтырып аламыз. Мінекей достар, капустамыз біздің жұмсарды. Енді судан шығарып аламыз. Қыздар, капустамыз пісіп кетпегені дұрыс. Орауға ыңғайлап, сәл ғана жұмсартып алсаңыздар жеткілікті. Мінекей достар, капустаның қағын бір-бірлеп шешіп алдық. Енді орауға ыңғайлы. Мінекей біздің капустамыздың қабығы дайын, начинкамызды дайын. Жақсылап араластырып, дәмін көріп, егерде сіздерде тұз бұрышы жеткіліксіз болып жатса, үстіне қосуға болады. Капустаның қалың жерін пышақпен кесіп жұқартып алсаңыз болады, ол орауға ыңғайлы болады. Содан кейін бір қасық начинкамызды салып, капустамызды орап бастаймыз. Голубцы сияқты қылып орасаңыздар, сол дұрыс. Оралған дайын капусталарыңызды осындай кез келген ыдысқа салып жинасаңыздар болады. Менде капуста жытуға арналған арнайы шелек, соған салып тығыздап жинайсыздар. Ендігі кезекте капустаның үстіне су қою керек. Оған лабыр жапырағын, горох бұрыштар, қалампыр салып, тұз салып, жақсылап қайнаған су құйып араластырамыз. Тұзы ерігенше қайнаған суды араластырып, шелектің үстіне суымызды құямыз. Қайнаған суымызды құйғаннан кейін лабыр жапырақтарын суға батып тұрғаны дұрыс.
суға қарай тығыңқырап қойсаңыз болады жапырақтарды. Кейін осы капустамыздың бетін жауып, бөлме температурасында 2 күн тұрса жеткілікті. Салатыңыз дайын. Кейін холодильникке сақтағаныңыз жөн болады. Ас болсын қыздар. Рецепт ұнаса сіздерге лайк басып, комментарий жазып, менің парақшама қосылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Сәуле. Назарларыңызға рахмет.